Барған сайын бір-бірінен оза жауып, айбын аламанында өз есімін жеңімпаз ретінде жазуды көксеген көп жасөспірім кезекті сайыста дене жаттығулары түрлеріне жарысып, пневматикалық винтовкадан ату бойынша бақ сынады. Бұрымды бойжеткендер қайсар мінез танытып, барынша командасына пайдалы жетістіктерге жетуде. Барлығы 1 минут уақытта жатып денені көтеру жаттығуында сәт сайын рекорд ауысуы сөзімізге дәлел. Сегодня мы принимаем здесь зачет у девочек. Бүгін біз қыздардан жатып денені көтеру бойынша сынақ қабылдадық. Біз бұндай үлкен оқиғаның ортасында болғанымызға қуаныштымыз. Бұл жердегі патриоттық сезім қуаты таң қалдырады. Балалар жарап тұр, олардың барын салып дайындалғаны байқалады. Жігіттер жағы белтемірге тартылу сайысында бір-біріне дес бермей кеудеден асыра тастап көбі пайды көмбелеуді көздейді. 35 раз потянулся. Я выполнил упражнение в количестве 30 раз. 51 рет турникке тартылып рекорд қойдым. Қарудың қыр-сырын меңгерген мергендер пневматикалық винтовкада атудан сынға түсті. Құралайды көзге атқан сұрмерген қатысушылар нысанаға дөп тигізіп, ондықтан қиыс кетпеу үшін барын салды. Қазір пневматикалық тер аттым, бірақ одан нәтиже белгісіз, бірақ автоматтан екінші орын иелендім. Біздің нәтиже қазір Шымкент қаласы бойынша өзіміздің ұпайымыз түгел. Гран-приге шанс бар десек те болады. Жеңіске апарар алыс жолдың жартысын жолда қалдырған жас өрендер келесі кезеңді артқа тастап, мақсатына тағы бір қадам жақындады.